Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біз 1-2 минут ішінде керемет әдемі ковбойский мелодия үйренеміз. Бұны сіздер көптеген ковбойлық киноларда, американдық киноларда кездестірулеріңіз мүмкін. Бұл жаңадан үйреніп жатқан гитаристерге таптырмас мелодиялардың бірі. Ал бірінші ойнап жүрген қалай ойналатын бар болған осылай. Ал бірінші қалай ойнаймыз? Біз бірінші 6-шы және 1-шы струнаны бос ойнаймыз. Яғни сол моментте біз аты жоқ саусақпен былай струнаны деп жүреміз. 2 рет төмен тартамыз, басып қаламыз. Былай, сонда осындай деп шығу керек. Сонда былай. Міне, екеуін ойнаймыз. Сонда саусақты солай төмен басып және тағы қайтамыз, басамыз. Міне. Осы движениені үйренгеннен кейін келесі қалай болады? Яғни осы ойнағаннан кейін бірінші лад 3-ші струна, жоқ 3-ші лад 1-ші струна бір рет ойнаймыз. Сосын 5-ші ладта 1-ші струнаны ойнаймыз. Кейін осыдан кейін саусақпен 3-ші ладтағы 2-ші струнаны ойнаймыз. Сонда қалай болады? Яғни басынан бастап 3-ші, 5-ші, кешіріңіздер, 3-ші, 5-ші, 3-шідегі 2-ші струна. Ақырын көрсетейін. Міне. Яғни 7-ші ладтан басталатынын білесіздер. Ал осы жерді үйреніп алғаннан кейін келесі шақ қалай болады? Яғни тура 1-шідегідей қайталамыз, 7-ші ладтағыдай. Тура солай осы басындағысын ойнаймыз. Осыны қайтадан ойнаймыз, 2-ші. Сосын тағы да 3-ші струна. Сосын 5-ке барамыз да 10-ші струнаға дейін слайм жүргіземіз. Яғни саусақты жібермей, мына жақты бір-ақ рет ойнаймыз да сырғытамыз. 10-ға дейін, яғни 5-ті басты, міне бір рет. 10-ға дейін сырғыттым. Міне, қайталайық. Ал басынан бастап ойнайық. Ең басында не кездеседі бізде? 7-ші лад. Міне, осылайша екеуін ойнадық. Ал соңғы шақ, ол сәл күрделілеу басында. Біз ортаңғы саусақпен 8-ші ладтағы 6-ші струнаны қысамыз. Ал сұқ саусақпен жаңағы нені ойнаймыз? Жүйері бастыға. 7-ші ладтағы 1-ші струнаны ойнаймыз. Осыны ойнаймыз. Яғни 6 мен 1-ші струнаны қосамыз тағы да. Және 7-ші ладтағы 1-ші струнаны жаңағындай движение келтіреміз. Ал былай, сонда қалай болады? Міне. Сосын 3-ші лад 1-ші струна. Сосын D аккордын қысамыз. D аккордын бәрі біледі деп ойлаймын. Сосын оны біз 4-ші, 3-ші, 2-ші струналарда төмен басамыз, сонда былай басамыз. Сол басқан кезде біз соңғы струнаны тағы бір ойнап қалуымыз керек. Ойнағанда былай ортаңғы саусақпен төмен тартып қаламыз. Сонда қалай? Міне. Яғни соны төмен тартқаннан кейін ортаңғы саусақпен біз 2-ші струнаны ойнаймыз. Мынау қысылып тұрған. Яғни сонда қалай болады?
Содан кейін тағы да 7-ші ладта ойнаймыз кәдімгідей, мынаны баспай. 3-ші лад бос ойнаймыз. Осылайша разбор бітеді. Ал басынан бастап ақырын ойнап жүрейін. Ал нормальный скоростьта қалай болады. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.